Қазақстанда 3000-нан аса ауыл жоғары жылдамдықты интернетке қосылады. Бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі хабарлады. Жоба іске асса, ғаламтор мектептерде, ауруханаларда, әкімдіктер мен басқа да мемлекеттік мекемелерде қолжетімді болмақ. Ведомство мәліметінше интернеттің 88% талшықты оптикалық желі арқылы, ал қалған 12% жер серіктік байланыс арқылы жеткізіледі екен. Жоба жайлы толығырақ цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі телекоммуникациялар комитетінің өкілі Азамат Серіктаев тікелей эфирде айтып берсе. Азамат мырза, ауылдарды интернетпен қамту жобасы қашан басталады, оған қанша қаражат бөлінбек? Сұрағыңызға рахмет, өте орынды сұрақ. Ал енді ауылдардағы жалпы байланыстың инфрақұрылымына келетін болсақ, осы бәріңізге мәлім болғандай, осы жуырда цифрлық даму министрлігі мен осы Қазақтелеком акционерлік қоғамының арасында 3000-нан астам ауылға сапалы байланыс жүйелерін тартуға инвестициялық келісімге қол қойылды. Жалпы енді осы инвестициялық келісімнің шеңберінде бізде 3000-нан астам ауыл интернетке қосылса, оның 88%-дан астамы, яғни талшықтық оптикалық байланыс желілер арқылы интернетке қосылатын болады. Қалған 12% ол енді спутниктік жүйелер арқылы интернет желісіне қосылатын болады. Жалпы енді осы интернеттің әрбір осы адамның өмірін жеңілдететіні ол бәрімізге бүгінгі күні мәлім болып тұр. Яғни ол қашықтан сабақ алу болсын, бұл енді әлде бір мемлекеттік қызметтерді осы біздің қазіргі электрондық порталдар арқылы алу болсын, бұл енді қазір медицина саласы болсын, осы әрбір салада осы қазіргі таңда осы интернет бұл енді аса қажетті бір құралдардың қатарына жатады бүгінгі күнде. Жалпы енді жәнегі біздің келісім туралы қысқаша шолып өтсем, жалпы келісімнің аясында осы Қазақтелеком акционерлік қоғамы 239 миллиард теңгеден астам өзінің жеке инвестициясын осы ауылдардағы байланыс жағдайын жақсартуға жұмсағалы отыр. Жалпы жоба 2027 жылдың соңына дейін көзделген. Біз енді 2026 жылдың соңына дейін 2,5 мыңнан астам ауылды талшықты оптикалық байланыс желілеріне қосатын болсақ, 27 жылдары біз енді осы спутниктік байланыс желілер арқылы қалған ауылдарды қосамыз. Жалпы енді еліміздегі интернеттің жағдайына, байланыстың жағдайына жалпы келетін болсақ, жалпы еліміздің адам саны 250 және одан жоғарғы астам ауылдардың осы басым көпшілігінде бүгінгі таңда интернет бар. Қазіргі таңда бізде осы жалпы инвестициялық келісім жүзеге асқаннан кейін, одан бөлек бізде министрлікте осы қолжетімді интернет атты осы үлкен ұлттық жоба бар. Бұл жобаның да соңы бізде 2027 жылдың соңына дейін көзделген. Осы 2027 жылдың соңына қарай жалпы еліміздің 98%-дан астам ауылдық елді мекендері жалпы халық саны бізде сапалы интернет жүйелерімен қамтылатын болады. Ал енді қалған 2%-ға келетін болсақ, бұл енді шалғайда орналасқан адам саны 50 адамнан немесе одан да төмен шалғайдағы ауылдар. Енді өкінішке орай енді қазіргі таңда бұл ауылдар енді экономикалық тұрғыдан қарағанда бұлар енді байланыс операторларына қолайсыз болып тұр. Жалпы енді бұл енді заңнамалық тұрғыдан қарайтын болсақ, бізде енді байланыс туралы заңының нормаларына сәйкес, баптарына сәйкес, дәлірек айтсақ 29-ші бапқа сәйкес осы байланыс операторлары өздерінің даму жоспарларын дербес айқындайды. Яғни өздері дербес жоспарлайды және дербес айқындап, өзі дербес жүзеге асырады. Және де бізде кәсіпкерлік кодекстің нормаларына сәйкес осы мемлекеттің кәсіпкерлік субъектілерінің істеріне қатысуға тыйым салынған заңсыз араласуына. Сондықтан енді біз енді мемлекет тарапынан әрдайым осындай ұлттық жобаларды қабылдау арқылы, осындай инвестициялық келісімдерге қол қою арқылы осы ауылдарды жалпы еліміздегі байланыс интернеттің инфрақұрылымын, жалпы осы адамдардың интернетке деген осы үлкен желіге қолжетімділігін біз жақындатуға әрдайым жүйелі түрде осындай әрекеттер жасап, іс-қимылдар жасап, тиісті құжаттар қабылдап отырамыз.
Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Еске сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан телекоммуникациялар комитеті тіркелген байланыс жобаларын дамыту және мониторингілеу басқармасының басшысы Азамат Серіктаев болды.